Қайырлы күн, құрметті ұстаздар және оқушылар. Мен директордың оқушы жөніндегі орынбасары Қожахметова Айзада Қанатбекқызы және әріптесім мектеп психологы Сарсенбекова Шолпан Тұрмағанбетқызы тәуелсіздік ұлы есім атты челленджді Қамбарова Дариға Найрамбетқызынан қабыл алды. Тәуелсіздік еліміздің баға жетпес байлығы. Тәуелсіз өте құдіретті сөз, өйткені ол ел еркіндігі. Қазақстан тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп жатқанына биылғы жылы 30 жыл. Айдана Боранбай, желтоқсанның жел аязы ызғары. Желтоқсанның жел аязы ызғары, қанды мұзда талай қазақ сыздады. Ұлт қауым үшін шыққан сол күн алаңға азап шекті талай қайсар қыздары. Талай қазақ қыздарында тоңдыра, талай қазақ гүлдерінде солдыра, ел билеуге алып келді қол бинді, қазақ ұлы Қонаевтың орнына. егемендік бұл елімнің елдігі, егемендік барлық ұлттың теңдігі, егемендік елін, жерін қорғаған ербол менен қайраттардың ерлігі. Желтоқсаның тәуелсіздік тірегі, желтоқсанды қадір тұтып тұр елі, есте сақтап ағалардың ерлігін жүректерге сақтау керек үнемі. Осы челленджді мектебіміздің педагог-психологы Манешева Амина Есіркепқызына жолдаймыз.